Сәлем достар. Біз өткен сабағымызда екі таңбалы санды көбейтуді үйренген болатынбыз. Естеріңізге түсті ме? Ал бүгін болса, екі таңбалы санды екі таңбалы санға көбейтуді үйренеміз. Бұл бір таңбалы санға көбейткеннен әлде қайда күрделірек. Олай болса, балалар, мұқият тыңдаймыз. Бастадық. Алдымен 36-ны 16-ға көбейтіп көрелік, балалар. 36-ны жазып, 16-ға көбейтіп астын сызамыз. 6 жердегі 6-мыз қанша? 6 жердегі 6-мыз 36. 6-ны жазамыз. 3-і ойда. 6 жердегі 3-міз қанша? 6 жердегі 3-міз 18. 18-ге ойдағы 3-ті қоссақ, 21. Міне, 6-ны 36-ға көбейтіп алдық. Енді 1-ді 36-ға көбейтеміз. 1-ді 6-ға көбейтсек қанша? 1-ді 6-ға көбейтсек 6. Оны 1-дің астына жазамыз, балалар. Екінші бағанды бір сан жылжытып жазамыз, балалар. 1-ді 3-ке көбейтсек 3. Астын сызамыз. Екеуін енді қосамыз. 6-ның өзі түседі. 1-ге 6-ны қоссақ 7. 3-ке 2-ні қоссақ 5. Көрдіңіздер ме, балалар? Ал енді 43-ті 15-ке көбейтіп көрелік. Мынаның мәнін жазып қоялық алдымен. 43-ті 15-ке көбейтіп көрелік. 5 жердегі 3-міз қанша, балалар? 5 жердегі 3-міз 15, бір ойда. 5 жердегі 4-міз қанша? 20, ойдағы мен 21. Енді 1-ді көбейтейік. 1 жердегі 3-міз 3, 1 жердегі 4-міз 4, екеуін қосамыз. 5-тің өзі түседі. 1-ге 3-ті қоссақ 4, 2-ге 4-ті қоссақ 6. Міне, 645. Қане, жазып қоялық. 645. Ал енді 22-ге 22-ні көбейтіп көрелі. 22 көбейту 22. Астын сызамыз. 2 жердегі 2-міз 4. 2 жердегі 2-міз 4. Енді екінші бағанды жазамыз. 2 жердегі 2-міз 4. 2 жердегі 2-міз 4. Астын сызамыз. 4-тің өзі түседі. 4-ке 4-ті қоссақ 8. 4-тің өзі түседі. 22-ге 22-ні көбейтсек, балалар, 484 екен. 484 деп жазып қоялық. Міне, балалар, екі таңбалы санды екі таңбалы санға осылай көбейтеміз. Егер сіздерге түсінікті болса, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге түсінікті болғанға біз өте қуаныштымыз. Балалар және ата-аналар, арнамызға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздерге түсінікті болғанына біз өте қуаныштымыз. Сау болыңыздар.